Қаламызда 2019 жылы күрделі құрылыс барысы жүргізілген нысанның бірі 9-шы шағын ауданда 45 пәтерлі жалдамалы тұрғын үй. Аталмыш нысанға тапсырыс беруші ұйым Степногорск қаласының құрылыс бөлімі мемлекеттік мекемесі болса, жұмыстарды орындаушы Снабсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. В 2019 году в рамках государственной программы «Нурлы жер» были выделены финансовые средства. 2019 жылы Нұрлы жер бағдарламасы аясында республикалық және жергілікті бюджеттен 45 пәтерлі жалдамалы тұрғын үйдің құрылысына қаражаттар бөлінді. Бұл ең алдымен көп балалы және аз қамтылған отбасылар мен халықтың әлеуметтік осал топтарына арналған тұрғын үй. Ағымдағы жылдың ақпан айында аталмыш нысан қолданысқа беріліп, барлық кезекте тұрған азаматтарға пәтер кілттері табысталды деп отыр бөлім басшысы. Бұл ретте 30 пәтер көп балалы және аз қамтылған отбасыларға берілсе, қалған 15 пәтер халықтың осал топтарына берілді. Дәл осындай санаттардың біріндегі көп балалы ана Зәуре Калиева 10 жылдан бері кезекте тұрып, 3 бөлмелі пәтерге ие болғанын жеткізді. Многодетная мама, у меня 6 детей. Мен көп балалы анамын, 6 балам бар. Қала әкімінің қабылдауына барып, сол жерде маған кезекте бірінші тұрсыз, пәтер иеленесіз дегенде қатты қуандым. Балаларым да қуанышты. Бөлмелер кең әрі жарық. Мұндай пәтер алуға мүмкіндік беріп отырған барлық азаматтарға алғысым шексіз деп көп балалы ана қуанышымен бөлісті. Айта өтейік, Степногорск қаласы тұрғызылғалы бұл көп жылдардан соң бой көтеріп отырған нысандардың бірі.